Ата енеммен тұрам, ораза ұстауыма қарсы, өйткені ораза ұстаған кезімде әлсіреп кетем. Ол әлсіреу себепті ол кісілер айтады, бүйтіп ораза ұстайтын болсаң, ұстамай-ақ қоя сал. Өздері ораза ұстамайды, сол себепті бұл нәрсені қатты түсіне бермейді. Күйеуі де ораза ұстамайды екен. Жалпы бұл жерде Алла Тағала сізге басқа адамдарға қарағанда 2 есе сауап береді. Біріншісі ораза ұстағаныңыз үшін, екіншісі адамдардың, яғни айналаңыздағы адамдардың әдепсіздігі мен надандығына сабыр еткеніңіз үшін. Өйткені Алла Тағала сынақты қаншалықты ауырлатқан сайын, ол адамның сауабын да арттыра береді. Яғни осындай бір жағдайларда адам егер түсінетін болса, ораза ұстап жатқан кезінде сынақтардың келуі ол кісіге дәрежесінің көтерілгенін қалауынан болып табылады. Өйткені Алла Тағала парыз еткен оразаны, және десе сізде сол парызға шарттары келіп тұр. Мысалы, денсаулығыңыздың болуы, сапарда болмауыңыз, жүкті болмауыңыз, немесе емізулі балаңыздың болмауы деген секілді да. Ғибадатқа денсаулығыңыз келіп тұрғанда себепті ораза парыз болады. Осы мәселеде бағанағы айналаңыздағы адамдардың зұлымдығына сабыр еткеніңіз үшін де иншалла бізге қарағанда сауабыңыз көбірек болып табылады.